Осы биліктің қыр-соңынан қалмай 2 жылдай 4 талабымды орындата алмай келе жатырмын. Ол 100% заңды талап. Ол болу керек міндетті түрде, өйткені заң соны талап етеді. Ал мына Ысқақов әкім, оның орынбасары Айзада Құрманова сол заңдық талаптарды орындатпаймыз деп, тілді яғни жолатпаймыз деп жанын салуда. Қазіргі менің талабым көлік жөнінде. Осы көлік жөнінде осы бір айда оның уәдесі бар берген, біз белсенділер бірге барып тұратынбыз. Соның алдына сосын біз видео материалда істедік, сол Айзаданың сөздерімен. Ол болу керек еді, мінекей 31-нен кейін келісім шартқа қосымша көлік тасымалдау қала автопарктарының қожайындармен онда нақтылық көрсетілу керек еді. Қызмет болады міндетті түрде осы мемлекеттің тілінде. Басқа тіл маған қызықты емес. Болса болсын, болмаса маған абсолютно бәрібір. Бірақ та жуық арада қала әкімі Байханов жиын өткізді. Сол жиында ешқандай мына тіл жөнінде сөз болмады. Жаңағы көлік басшыларын жинап алып. Яғни мыналар енді тілді керек өңірінде одан сайын құрдымға кетіріп, одан сайын болдырмай, адамдардың ашу-ызасын тудыруға мен ойлап тұрмын, өздері жағдай жасап жатыр. Қасым-Жомарт Кемелұлы айтқан патриоттық бағыттағы адамдарды алу керек деп. Қасым-Жомарт Кемелұлы, сіздің сөзіңізге 180 градус мына қызметкерлер жаңа атап өткен сәйкестенбейді. Сондықтан Ысқақов пен Айзаданы жұмыстан кетіріңіз. Мен қазір Айзада Құрманова айтыпты, онына шыққан келісім шарт болады, оған шыққан заңгерлер. Оның алдында 2 жыл өтті, оның алдында мінекей 1 ай, 2 ай өтті. Соңғы уәде бергеніне енді тағы да 10 күн. Мен Айзадаға айтқам, таңертең мінекей не қосымша келісім шартты маған бересіздер, барлық мөрлерімен, қолдарымен. Не 2 сағат сайын мен тікелей эфирға шығып тұрам деп. Сол уәдемді мен орындап жатырмын. 2 сағатта мен Айзада Құрманованың, Ысқақовтың, Тоқаевтың атын атап шығып отырам осы эфирға. Тыңдарыңызға рахмет. Барша қазақ болып, мына біздің тілді жолатпайтын әкімдерді өзінің орнына жолатпауға атсалысуларыңызды мен сұраймын.